Ұлы Абайдың 75 жылдығына орай ұйымдастырылған «Мен Абайды оқимын» атты видеоролигіне қатысушы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Балтабай Адамбаев атындағы Терек орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Қуанышбек қызы Назым. Ұлы Абай шығармашылығы халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Абай сөзі қазақтың бойтұмары. Абайды тану, бағалау, насихаттау, оқыту, қоғамдық ой-санада тың серпілістер туғызып, жаһандану үрдісіндегі мақсаткерлікке жұмылдырады. Абай кез келген дағдарыстан шығар жолды көрсетіп, ғаламат тәуекелге бара алған ерекше парасат пен ерекше рух иесі. Ұлы ақын өз өлеңдерінде ғылым мен білім тақырыптарын тереңдете түсіндіріп, халықты оқуға, білімге шақырады. Осындай өлеңдердің бірі де бірегейі Абай Құнанбайұлының «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңі. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шақпақ кімде бар, сол жараса туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалың артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңде бар мен көзгерім, артылам деме өзгеден. Үндестігім қоздырып, азапқа қалма еспеден. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Мен Абай атамыздың қара сөздерін сүйіп оқимын. Ұлы ақын өз қара сөздерінде адамгершілік пен ар-ұят тақырыбына ерекше көңіл бөлген. Осындай қара сөздердің бірі де бірегейі Абай атамыздың 36-шы қара сөзі. Пайғамбарымыз саллаху алейхи уассаламның хадис шарифінде айтыпты: «Мен ла хаяхын, уә ла иманын лаху» деп. Яғни, кімнің яты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар: ят кімде болса, иман сонда деген. Енді осы сөзден білінді, ят өзі иманның бір мүшесі екен. Ондай болғанда білмек керек, ят өзі қандай нәрсе? Бір ят бар, надандықтың яты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдына әншейін жазықсыз-ақ жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс, жазықсыздан-ақ надандықтың ойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған бұндай ят шын ят емес. Ақымақтық, жамандық. Шын ят сондай нәрсе. Шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я аберлі бойға теріс бір іс себепті болады. Мұндай ят екі түрлі болады. Біреуі ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байғұсқа не болады? Енді мұның өзі не болады дегендей іштей бір нәрсе рақым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып жібереді. Біреуі сондай ят. Не шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я аберлі бойға теріс, я адамшылдыққа кесел қылық. Мұндай ят істі қылғаныңды бөтен адам көрмесе де, өзіңнің ақылың мен өзіңнің ынсабың өзіңді сөккен соң, ішіңнен ят келіп, өзіңе жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай яты күшті адамдар ұйқыдан да, тамақтан да қалатығынды бар. Хатта өзін өзі өлтіре тұғын адамдар да болады. Ол уақытта аузыңа сөзде, көңіліңе ойда түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртуге де қолың тимейді. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені көрмейді. Осы күні менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды да. Ол сен мен ятты болдың дедім ғой, енді нең бар дейді. Немесе
Жә, мен ақ ұятты болайын. Сен де сөйтіп едің ғой, дейді. Я болмаса, пәленше де түгенше де сөйтіп еді ғой. Тірі жүр ғой. Менікі оның қасында несі сөз? Түгендей, пәлендей мәнісі бар емес пе еді, дейді.